Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге газдың бетінде осындай табаннан жабатын боламыз. Қараңыздаршы, нанымыз қандай жұмсақ, әдемі әрі қып-қызыл болып шығады. Ол үшін бізге суымызға тұзымызды, ашытқымызды және шекерімізді қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте ұнымызға дайын болған суымызды қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымызды да илеп болдық. Иленген қамырды енді жақсылап көтерілуі үшін 1 сағатқа бетін жауып қалдырамыз. Қамырымыз ашып дайын тұр. Енді ашыған қамырды қолымызды кішкене майлап, теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Осылай жақсылап дөңгелектеп, әрі қарай нанымызды жасайтын боламыз. Нанымыздың 2 бетін кезек-кезек аударып, осылай нанды жаямыз. Міне нанды жасап болдық. Енді бетін жауып, барынша нанды көтерілуін күтеміз. Енді бізге қатты отта қазанымызды жақсылап қыздырып алуымыз керек. Бұл менің арнайы нан жабатын қазаным. Егер сіздерде бұндай қазан болмаса, кез келген қазанға нандарыңызды жауып алсаңыздар болады. Және мынадай қақпақтарыңыз болса тіптен жақсы. Бұл сіздерге нандарыңызды жабыстыруға керек болады. Сол аралықта жұмыртқамызды жарып, алдын ала дайындап қоямыз. Нанның бетіне жағатын боламыз. Біздің нанымыз көпсіп, көтеріліп, әдемі болып дайын тұр. Енді нанымызды жаңағы ыдысқа, яғни қақпаққа төңкеріп, астын жақсылап сумен сулап, нанымызды табамызға жабыстыратын боламыз. Қазандарыңыз қатты қызған болуы керек, себебі қызған қазаннан нан піскен кезде оңай ажырайтын болады. Егер сіздерде видеодағыдай нан шеккіш болмаса, кез келген құралдарыңызбен нанның ортасын тесіп қою керек. Сонда нанымыздың ортасы көтеріліп кетпейді. Бетіне жұмыртқаны жақсылап жағып, қазір қақпақты төңкеріп нанымызды пісіретін боламыз. Газдарыңызды барынша қатты отқа қойып, нандарыңызды 15 немесе 20 минутқа пісіріп аламыз. Міне, нанымыздың беті пісті. Енді 2-3 минут астын пісіретін боламыз. Егер асты жақсы піскен болса, нандарыңыз оп-оңай ажырайтын болады. Міне, біздің нанымыз дайын болды. Дәл осы видеодағыдай екінші нандарыңызды да жабыстырып пісіріп аласыздар. Қараңыздаршы, қандай әдемі, керемет. Егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Және подписаться етуді ұмытпаңыздар.